Жалғыз мүйізді компаниялар. Олар қандай компаниялар? TikTok, SpaceX, Uber, Snapchat, Airbnb. Бұл атаулар нені білдіреді? Бұлар жалғыз мүйізділер. Жоқ, бұл миф емес. Бұл тек табысты компаниялардың атаулары. Бүгінгі видеомызда біз жалғыз мүйізді компаниялар деген не және ол туралы не білу керегі туралы әңгімелесеміз. Бұл Жусан Инвестор арнасы, сіздермен бірге Расыл Миразбек. Біздің арнамызға дәл қазір жазылыңыздар. Ал кеттік. Жалғыз мүйізді компания деп әдетте IPO-ға дейін құны 1 миллиардтан асқан стартаптарды айтады. Бұл терминді алғаш рет 2013 жылы танымал кәсіпкер Айлин Ли қолданған болатын. Кәсіпкер терминді осындай табысты компаниялардың сирек кездесетінін көрсету үшін қолданған екен. Сондай-ақ осы термин кремний алқабындағы инвесторларға да ұнаған болатын. Бүгінде бізде жалпы құны 1,3 триллион доллар болатын 500 жалғыз мүйізді компания бар. Мысалы, біздің ең сүйікті мессенджеріміз WhatsApp-қа 1 миллиард доллар көрсеткішке жету үшін шамамен 2 жылдай уақыт кетті. Ал Uberге шамамен 2 жыл 2 ай уақыт кетсе, Tesla компаниясына осындай көрсеткішке жетуге 4 жылдай уақыт кеткен екен. Салыстыратын болсақ, 1 миллиард долларға жету үшін стандарт компанияға шамамен 20 жыл қажет болады. Белсенді дамып келе жатқан стартаптардың көпшілігі әдетте венчурлық капиталға негізделінеді. Қазір жалғыз мүйізді компаниялардың көбі әрине қаржы технологиялары секторына тиесілі, яғни финтекке. Бүгінде жалғыз мүйізді компаниялар саны бойынша көшбасшы ақш. Бірақ айта кетейік, қазір әлемдегі ең қымбат жекеменшік компания ол қытайлық ByteDance стартапы. Бұл компания TikTok платформасын басқарады, бірақ қосымша Қытайға тиесілі емес. Дегенмен компания 2013 жылдың қарашасында SoftBank'тен инвестиция тартқаннан кейін 75 миллиард долларға дейін жоғарылады. ByteDance стартапына дейін Uber жалғыз мүйізді ірі компания болатын. Айта кетейік, соңғы уақытта жалғыз мүйізді компаниялар саны жылдам қарқынмен өсіп жатыр. Ал 20-шы жылы бұл тізімге тағы жаңа 7 компания кірді. 5 ақш-тан, 2 Ұлыбританиядан және 1 Бразилия мен Израильден. Сонымен мұндай стартаптарға қаржы салудың қажеті бар ма? Айта кетейік, бизнеске бастапқы кезеңде инвестиция салу өте қауіпті, бірақ ол тиімді де болуы мүмкін. Дегенмен консерватив инвесторлардан көбі мұндай жалғыз мүйізді компаниялар өздерінің сиқырлы күштерін оңай жоғалтып, нәтижесінде өз мәресіне жете алмайды деп санайды. Сонымен, қысқасын айтқанда, мұнда бәрі сіздің қандай инвестор екеніңізге байланысты. Сіз нені қалайсыз? Microsoft'тың тұрақты ұзақ мерзімді акцияларын сатып алғыңыз келе ме, немесе Airbnb, TikTok қағаздарын алғыңыз келе ме? Пікірді жазып кетіңіздер. Басқа да қызық жаңалықтар мен кейстерді біздің Instagram парақшамыз бен Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Сіздермен болған Расыл Миразбек, бұл Жусан Инвестор арнасы. Көріскенше.